Ассалаумағалейкум. Бәріне бірдей өмір берілгенмен, бәріне бірдей қарттық берілмейді. Қарттық жасқа келіп, тойға барып қалсаңыз, той түндігін томағасын сыпырып, батасын беріңіз деп, алқалы жұрттың алдына шығарған кезде не айтарыңызды білмей қалып жүрмеңіз. Бұлай той түндігін ашуға болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала бүгінгі басталып отырған қуанышты тойды өзіңнің разылығыңмен бастай көр. Осы шаңырақтың табалдырығынан береке кетпесін, ырыс арылмасын. Бірі тірек, бірі жүрек болып, тату тәтті ғұмыр кешуін нәсіп ет. Жастардың ниетін таза, жолын түзу, рызық несібесін мол ет. Бір-біріне сабыр мен сыйластық бер. Қиын күнде сүйеу, қуанышты күнде шүкір етуді білетін салихалы отбасылардан ет. Осы тойда айтылған әрбір тілек қабыл болсын. Әрбір көтерілген қол бос қайтпасын. Ұрпағын иманды, ниетін көркем, еліне пайдалы, ардақты перзенттерден ете көр. Осы дастарханнан дәм татқан әрбір жанға денсаулық, амандық, жүректеріне тыныштық бер. Я Раббым, бүгінгі қуаныш ертеңгі берекенің бастамасы болуын нәсіп ет. Аумин, Аллаху әкбар деп бата қайратын болсаңыз, иығыңызға жабатын шапанды еңбекпенен алып кетесіз. Сол жердің қошеметіне, ықыласына бөленесіз. Себебі адамды киіміне қала күтіп алады, аузындағы сөзіне қарап шығарып салады деген. Бата беруге көптің алдына шыққан кезде аузыңызда салихалы, салмақты сөз болуда не жетсін. Аман болыңыздар. Той түндігін ашатын қазыналы, қариялық жасқа баршамыз жете берейік.